көкпарды қырғыздар көкбөрі дейді, қазақтар көкпар деп әуелден атап келе жатыр. Көкбөрі немесе көкбор деген сөздің барлығы ол бертін келе пайда болған сөз. Мен Манасты қарадым, онда көкпар, көкборы деген ешқандай сөз жоқ. Ұлақ тартыш деп келеді. Ұлақ тартышты Шыңғыс Айтматов Казладрание деп орысша атап, өзінің жаңағы Қош бол Гүлсары деген повесінде жазады. Яғни көкбөрі деп жазбайды, ол білген болса көкбөрі деп жазар еді. Көрдіңіз ба? Яғни бізде бұрмалау болып жатыр. Бірақ неге көкпар болып сақталып келді? Себебі ол көктің, аспанның бір жыртысы, аспанның бір бөлшегі деген сөз. Ал көкпар қайдан шықты? Күн мен түннің тартысынан шықты. Яғни серкені бауыздау, мүйізді малды құрбан ету ол түннің жаңағы белгісі. Моңғолиядағы қазақтар әлі күнге дейін тері тартады. Яғни ол тері аспанның көктің бөлшегі деген ұғымды білдіріп тұр.